былай қарасаңыз, біздің үкіметтің политикасы дұрыс емес. Политикасы халықты қолдау, қорғау емес, халық бір жау сияқты. Халықты сонша жек көреді. Бір масыл дейді. Масыл деген сөздің өзі түсінесіңіз, ол иждивенец деген емес. Масыл деген баяғы анау айтамын ғой, совет үкіметінен келген тунеядец деген сөз. Тунеядец деген ол түк істемейтін, сондай бір, әйтеуір, түк істегісі келмей жататын адам. Қол аяғы бүтін істесе істейді, тек қана жалқау болмасын. Иждивенец деген ол менің кішкентай балаларым, олар иждивенцы маған. Ол басқа ұғым. Сол масыл, әйтеуір халық масылдым істемейді. Халықты әйтеуір бір жағдай төмен болса өзің кінәлісің. Оқымадым, тоқымадым, ананы істемедім, мынаны істемедім дейді. Оның бәрі дұрыс емес қой. Әрине. Үкімет, еститін үкімет деген ол сөзде ғана қалмау керек қой, еститін болу керек. Мен айтам, арада бір үлкен жаңағы көпір дейміз ғой, көпір деп бізде көпір деп депутаттар айтады. Біз көпір болуымыз керек. Халық пен үкіметтің арасында жанымыз шырылдап жүгіруіміз керек. Енді мен айта алмаймын, енді барлық депутаттарды жамандауға келген, осы жамандау үшін келген жоқпын. Бар депутаттардың арасында жаны ашып халықты ойлайтындары бар. Сол кезде үндеме дегенге үндемеген шығар. Бәрібір де мен үмітім бар, енді арасында намысшыл біздің азаматтарымыз бар деген. Бірақ қолдай алмаса да ма? Қолдай алмаса да бар. Мен қолдамаса да басқасын қолдар. Болашақта қолдар. Қазір ойланып. Бірақ енді осы сіздің оқиғаңыз және сіздің кетуіңіз, сол мәлімдемеңіз көп нәрсенің бетін ашты, және халықтың да депутаттарға деген бір сеніміне, үмітіне бір өзгеріс алып келген сияқты болып көрінеді маған. Бірақ енді сізді әлде